аяқ астынан не себептен екені белгісіз мерзімнен бұрын жарияланған мерзімнен бұрын президенттік сайлау өткізу жайындағы шешім бойынша біз партияда біраз уақыт осы мәселені талқылап, партияның бұған көзқарасын, партия осы мәселе бойынша мынау алдағы болатын сайлауға өз үміткерін ұсына ұсынбай ма деген мәселенің төңірегінде талқылау өткізіп, бүгін саяси кеңестің отырысы болды. Сол саяси кеңесте біріншіден осыдан бұрын біз талай рет айтып жүргендей, бүгінгі сайлау жүйесінің бүгінгі тәжірибесінің біздің елдегі сиқына қарайтын болсақ, ол сайлауда кімнің ұтатыны белгілі, кім ұтты деп саналатыны да белгілі. Сондықтан бұған қатысудың қажеті жоқ деген шешімге келдік. Себебі біріншіден сайлау мерзімінің өте қысқа екендігі, оған дайындықтың билік мүмкін баяғыдан дайын болған шығар, біз оған осы айда, осы күні сайлау өтеді деп ойлаған жоқпыз. Соған дайындалудың өзі де талай нәрсені қажет етеді. Екіншіден, дайындалып, қол жинап, сайлауға түскен күннің өзінде нәтижесі немен бітетіні де белгілі. Яғни, бүгінгі әкімшілік билік жүйесі бұл сайлауда бір-бірімен жарысып, қайсы аймақ қанша дауыс көп жинады, бүгінгі елбасыға сонымен айналысады. Осыған шейінгі сайлауларда 95-тен асық пайыз дауыс алды деген шешім қабылданған болса, бұл жолы одан міндетті түрде кем болмауы керек. 97-99 пайыз бола ма, сонда қалған үміткерлерге бөліп беретіні үлесі сол 1 пайыздың төңірегінде. Сондықтан осындай жағдайда құры түсіп, сайқымазақ болып жүруді біз жөн көрмедік. Сонымен саяси кеңес бүгінгі отырысында осы мәселе бойынша біздің партияның бұл сайлауға қатыспайтындығы, өз үміткерін ұсынбайтын тура жария етті. Сонымен бірге біз қарап отырмаймыз. Осы сайлау науқаны кезінде өзіміздің партияның бағдарламалық құндылықтарын, елдегі керекті экономикалық, әлеуметтік, саяси өзгерістердің бағыт-бағдарын, елдегі келе жатқан үлкен қауіп-қатерлердің алдын алу жолдарын, соны халыққа түсіндіру бағытында өзіміздің өт насихат жұмысымызды жүргіземіз деп отырмыз.